Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін хит болып жатқан восточный пирогты жасайтын боламыз. Бұл пирогты барлығы сүйіп жейді. Дастарханыңызда өте әдемі, ерекше болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында еріген сары майымызды жұмыртқа қант үшеуін жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырып аламыз осылай. Одан кейін разрыхителімізді қосып, ұнымызды екі бөліп қосамыз қыздар. Бірінші жартысын қосып, венчикпен осылай араластырып аламыз. Кейін қалған ұнды қосып, қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ тесто болады. Демалдыруға 15 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар болады, немесе сразу жасай берсеңіздер де болады. Менде 26 диаметрлік форма. Осылай тестамызды жұқартып, бортигін шығарып, бір келкі етіп формаға жайып шығамыз тестаны. Жоғары шығып кеткендердің вилкамен түсірсеңіздер болады. Үстіп тесіп шығамыз. Алдын ала жуып кептірілген жеміс жидектерімізді қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен осы 3 түрін пайдаландым. Қыздар, жоғары сападағы сгущенканы пайдаланамыз. Сол кезде пирогтарыңыз піскен кезде сгущенкаларыңыз тасып кетпейтін болады. Қасықпен осылай бір келкі етіп жайып аламыз. 160 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Тестасы піссе болды қыздар. Пирогты пештен шығарамыз. Формадан суытып болғаннан кейін шешеміз. 3-4 сағатқа суытып қоямыз қыздар. Сол кезде пирогымыз дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте ерекше әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, қазақша футболктың дамуына үлес қосып, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.